Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Дәл қазір Денвер қаласында таң сағат 11, бүгін 12 айдың 10 күні бейсенбі, яғни Thursday. Сіздерге бүгінгі жалпы рекап туралы, бүгін қандай трейдинг жасаған туралы қысқаша айта кетейін деп шештім. Соңғы уақыттарда біраз рекап жасалмай кетті. Жаңа жеке жұмыстарыма байланысты трейдинг командамызбен бірге жұмыстар өте қарбалас жақсы болып жатқандықтан, ал енді өздеріңіз көріп отырған боларсыздар, менің инстаграмда бар болсаңыздар, біздің трейдердардан осы аптада $7,000 жапқан, $4,000, $3,000 жапқан трейдердар өте көп шықты. Мен өз басым swing трейдті кеше ғана жаптым, $1,700 жаптым. Apple, Tesla, Alibaba, Netflix, Alibabадан ғана минусқа кірді, $92, басқасының барлығы плюс $1,700 жаптым. Ал қалған күнделікті трейдингтер өте жақсы кетіп жатыр. Сіздерге бүгін видеоны шама келгенше қысқаша жасауға тырысамын. Apple тек қана NIO деген екі компаниямен трейд жасадық. Бүгін болғанда жалпы биржа нарқы біраз түсіп не жасалды деп айтсақ болады. Түсіп ашылды. Неге дегенде кеше түсті, ол қалай түсті дегенде жаңағы технология компаниялары түсіп, соған байланысты технология компаниялары Apple, Tesla, Amazonдар түсіп, енді қатты өсіп кетті. Соңғы кездерде соны correction деп айтамыз, ағылшынша сол жаңағы Nasdaq-тың индексіне әсер етіп, Nasdaq индексі S&P 500 индексіне әсер етіп, сонымен бір-біріне әсер етіп құлады. Жалпы оғанда түсіп келді. Бүгін қайтараны өсіп, қайтараны орнына келіп жатыр. Енді мен өз басым бүгін басқа компанияларда swing trade болғандықтан бұларда не жасаған жоқ. Apple болған кезде free market high, free market low өте төмен әлсіз ашылғандықтан осыны бұзса шортқа дайындалып отырғанбыз негізінде. Бірақ та бұл long позицияға кетіп қалды. Біз енді ең жақсы day tradingнің ең бір жақсы жері осы. Қалай болады солай жасаймыз. Біз қайттық, алдыңғы 3 минутында трейд жасаған жоқ. Неге дегенде қатты өсіп кетті, үлгермей қалдым. Бұл біз шама келгенше мен алғашқы бірнеше минутын жасамауға тырысам, көбінде трейд қайтадан түсіп келіп, engulfing жасаған кезде кірдім. Engulfing деген өсіп бастаған кезде VWAP-тың үстіне шығып, мына енді біз сабақ көрген адамдар біледі, Doji, Inverted Hammer шығып, engulfing деген candlestick шығып, жаңадан қызыл candle сатып алушылар қолға ала бастағанда, күшін ала бастағанда біз кірдім, сатып алдым. Одан кейін алдында жасаған биіктік бар, high деп айтамыз. Сол биіктікке келген кезде жартысын 30%-ін сатып алсадым, қайтадан түсіп келіп, VWAP-ты ұстап тұрғандықтан шыққан жоқ. Бірақ бұл жерде болғанда менің кірген сайз, жаңағы акцияның саны жоғары болғандықтан қосқан жоқ дейміз. Қайтадан келді, қайтадан шықтым, 30%. Неге шығып жатырмын деген кезде бұл мынандай resistance level-ларға келгенде шығамыз. Неге дегенде бұл chart pattern бойынша ascending үшбұрыш, ascending triangle деген паттерннан шығарып жатқандықтан түске де chance бар болғандықтан мен пайдамды қалтама сақтап отыру үшін позициядан шығып пайдамды көре беремін дейміз. Келесісінде қайтадан шықтым, free market high, free markеттің жоғарғы бағасы. Free market деген нарқашылғаннан дейінгі деңгейі, осыдағы деңгейге келгенде жартысын шығып, одан кейін жаңадан биіктік жасағанда жартысын шығып, қайтадан ең кішкентай бір несін ең үстінен мына жерден шығып кеттім, ары қарай өсті. Бірақ та мен өз басым трейд жасаған жоқ. Мен жалпы осылай трейд жасаймын, қанағат қарым тойғызады. Жеткілікті бір жерге келгенде шығып кетемін. $265 жаптым. NIO компаниясы болғанда дәл сондай. Tesla жақсы ұшты, оның үстінен болғанда daily таймфрейм болғанша алдында осы баға 40-тан 41-42-нің маңайына келіп өскен. Бұл жерде саппорт деңгейі бар болғандықтан, сатып алушылар бар деген сөз, қайтадан келді, қайтадан өсіп жатыр. Енді оның сыртында Tesla тағы да өскендіктен бұл қатты өсті таңертең. Бұның кірген кішкене кеш кіріп қойдым. Неге дегенде мен байқамай Apple екеуіне де кірейін деп отырып, мен NIO-ға кірдім деп ойлап отырғанда Apple-ға кіріп кеттім да, бірақ та жаман болған жоқ. Apple-дан ерте кірдім, NIO-ға кішкене жай кіріп қалдым. Негізінде кірмекші болып тұрған жобамен мына бұл керек болды. Мына breakout-тан тура мына жерден кіру керек болды. Кіре алмай қалдым, сосын кішкене кеш кіріп қалдым, бірақ та кеш кіріп қалғандықтан шығып бастадым. Мен әлсіздік көрсете бастағанда шығып бастадым. Қайтадан түсіп келіп өсіп бастағанда қайта қосып, одан кейін ақырын сатып сонымен бөліп барлығын шығарып кеттік. Сосын бұл жаңадан кішкене биіктік жасады да, ақырын түсіп жатыр. Қазір оған қайтадан өсіп жатыр. Енді мен өз басым $507 жапқандықтан бүгінгі күнді осылай жауып отырмын. Ал енді сіздерге рахмет. Жалпы шама келсе қысқаша видеолар жасауға тырысып жатырмын. Сіздерге де оңай болсын. Сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер. Егер комментке және де қоңырауды басқанды ұмытпаңыздар. Сіздер қаншалықты лайк басып, коммент басасыздар, соған байланысты біз видеолар саламыз. Және де мен қаржыға байланысты, жалпы қаржылық білімге байланысты көп видеолар салатын ой бар. Қандай видео қалайсыз жаза кетіңіз, және біздің Instagram парақшамызға қосылып, Telegram парақшамызға қосылып, жаңа кітапшаларда тегін алыңыз. Және де бізде көптеген жаңалықтар болып жатыр. Қалмаңыз, Instagram сториларда сіздермен кезіккенше
Сау болыңыздар, сәтті күнде кездескенше сау болыңыздар, бай бай.